Баршаға сәлем, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге үйде ет бітіп қалған кезде немесе етсіз орама нанның, яғни овощной орама нанның жасалу жолдарымен бөліскім келеді. Өте сенімді, өте жеңіл және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте оп-оңай. Ең алдымен қамырымызды илеп, осындай кішкентай бөлшектерге бөліп қоямыз. Содан соң қамырымыз демалам дегенше капустамызды, сәбізімізді және пиязымызды турап дайындап аламыз. Осы үш қана заттан тұратын қоспамызды, тұз, бұрыш дәмдеуіштерімізді қосып, және өсімдік майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қамырымызды шетінен алып, жұп-жұқа етіп жайып, оның ішіне дайындап қойған начинкамызды, яғни қоспамызды салып, бір текстетіп жайып шығамыз. Содан соң әдемілеп ораймыз. Барлық қамырымызды осылай орап шығамыз. Содан соң мантаваркамызға дайындап қойған орамаларымызды салып, 35 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте сенімді, өте жеңіл орама нанымыз дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Рахмет.